Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде Абай апта жаңалықтар топтамасы. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Деп Абай атамыз айтпақшы, бұл апта еңбек пен ақылдылардың аптасы болды. Ән айту музыкалық білім берудің маңызды құралы болып табылады, және баланың жан-жақты үйлесімді даму мәселелерін шешуде маңызды рөл атқарады. Мектеп оқушыларының ән айту дағдыларын игеру, Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында сәуір айында жүргізілетін іс-шаралар жоспарына сәйкес 14 сәуір күні құлақтан кіріп бойдалар тақырыбында мектебіміздің музыка пәні мұғалімі Нұрлыбаева Балқаш апайымыздың ұйымдастыруымен жас мамандар жетекшісі Букенбаева Манари апайымыз бастаған жас мамандар бірлесе отырып Абайдың әндерінен танымдық сазды іс-шарасын өткізді. Қалалық бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасында мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Рахимова Мәншүк Симатуллаевна 3-ші орынға ие болды. Шәкіртсіз ұстаз тұл демекші, осындай білімді ұстаздарымыздан тәлім алған шәкірттер де оза шауып жүлделі орындарға ие болды. Атап айтар болсақ, бастауыш сыныптар олимпиадасының қалалық кезеңінен 2-ші сыныптар бойынша 2-ші орынға ие болған Сағынтайқызы Арай, жетекшісі Бекенова Қансылу апайымыз. 3-ші сыныптар бойынша 3-ші орынға ие болған Сәрсенбі Дария, жетекшісі Жанжігітова Раис апайымыз. Және 4-ші сыныптар бойынша 4-ші орынға ие болған Жеткізген Бағдат, жетекшісі Утесинова Жамал апайымыз аталған жүлделі орындармен марапатталды. 2-4-ші сынып оқушыларына арналған Бастау республикалық математикалық турнирінің қалалық кезеңінен команда бойынша мектебіміз 3-ші орын алды. Команда құрамында 2-ші сыныптар бойынша Төлегенқызы Аяны, сынып жетекшісі Бекенова Қансылу апай, 3-ші сыныптар бойынша Жалғасбай Қуандық, сынып жетекшісі Озғанбаева Мәреш апай, 4-ші сыныптар бойынша Нұралы Мансур болды. Мансурдың сынып жетекшісі Жаңабаева Ләззат апайымыз. Патриоттық сезімдерін орнату мақсатында 10-ші сынып оқушылары арасында алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Есемов Орынтай ағайымыз АК-74 автоматын жартылай бөлшектеп жинақтау, пневматикалық винтовкадан ату бойынша әскери патриоттық сайыс өткізді. Шараның өту барысында оқушылар шыдамдылықтың, тәртіптің не екенін ұғынса, ойын кезінде жасөспірім әр жағдайда өзінің қиындықтарын шешу керек екенін түсінді. 2023 жылдың 3-14 сәуір аралығында тыңдалуға құқық ұраны мен қауіпсіз терезелер ақпараттық науқан аясында мектебіміздің 4-ші сынып оқушыларына балкон мен терезелер тақырыбында мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасарлары Мұханғалиева Нұргүл мен Азаматов Бауыржан ақпараттық сабақ өткізді. Сабақтың мақсаты балалардың терезеден құлап кетуіне байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алу. Бейнероликтен кейін оқушылар өз ойларын ортаға салып талқылады. Осы аталған науқан аясында жазатайым оқиғалардың алдын алу және ата-ана жауапкершілігін насихаттау мақсатында Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының аға учаскелік инспекторы, полиция капитаны Гүлшара Бахадырова, учаскелік инспектор полиция лейтенанты Әсем Биханбаеваның қатысуымен ата-аналар жиналысы өтті. Полиция басқарма өкілдері ата-аналарға құқықтық кеңестер берді. Тыңдалуға құқық ұраны мен қауіпсіз терезелер ақпараттық науқан аясында мектебіміздің тәлімгері де Назерке Тұрсыналиева мектебіміздің ата-аналарына жадынама таратты. Есірткісіз болашақ онкүндік аясында оқушылардың арасында нашақорлықтың алдын алу мақсатында 10-ші сынып оқушылары мен Жұмагулова Гүлмира апайымыз темекі мен ішімдіктің зияны тақырыбында сынып сағатын өткізді. Адамзат өміріне қауіп төндіріп отырған бұл есірткінің, темекінің зиянын және улы екенін түсіндіре отырып саналыққа, салауатты өмірді таңдауға, тазалыққа,
лас істерден аулақ болуға, жан сұлулығымен қатар тән сұлулығын сақтауға тәрбиелеу, есірткі жайлы кеңінен мағлұмат бере отырып, отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа, тазалыққа, денсаулыққа баулу мақсатында 10-шы Ә сынып жетекшісі Кенжеғалиева Айнұр өз сыныбына есірткінің кесірі тақырыбында пікірталас сабағын өткізді. Сенбілік тазалық кепілі. Сенбіліктің басты мақсаты қала көркіне көрік қосу, тазалығы мен экологиялық жағдайын жақсарту, мектебімізді таза ұстау мақсатында тазалықты сақтайық, лас болмайық, қаламызды таза ұстайық ұраныменен мектеп мұғалімдері тазалық сенбілігіне шықты. Жеті күннің жаршысы болған Абай апта жаңалықтар топтамасы осыменен аяқталды. Келесі жексенбіде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.